Тәрбишеге қарасақ та, басқаша иғраб жасағанын көріп тұрмыз. Наоборот, ин амара ин кана алал худа деген аятқа байлап тұр. Мысалы, мына аятқа байлап. Айты көрмейсің бе, егер де пайғамбар тура жолда болса да, тақуалықта болса да, бұл білмей ме, тыйым салған кісі тыйым салып тұрғанда Алла Тағаланың оны көріп тұрғандығын білмей ме деп сол жерге қосқан екен. Сондықтан біз ирабымыздан алып тастайық жерді. Аллаға енді келдік. Мына жерді алып тастаймыз, өйткені басқа ираб кітаптары бұлай бермеген. Енді мына жерді өшірейік. Нестағиду билlah. Кәллә لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Кәллә, жоқ, әсте олай емес, яғни білмейді емес. Әлем яғлам, білмейді ме дедік қой. Әрине білет деген мағынада. Кәллә لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Бұны қазір түсіндіреміз, алайда сөздік құрамына қарайық. 8-ші бапта келген етістік мұна янтахи деген етістігіміз. Ифтаала тағы түбірі нәһә деген етістік, қыздар. Нәһә тыйым салды, бағанағы тыйым салды деген етістік бар еді ғой. Ал интаха деген сөз тыйылу деген сөз. Сондықтан аяқталу деген мағынасы да бар бұл етістіктің 8-ші бапта. Тыйым салды деген етістік қой, біз бұның алдында көрген болатынбыз, осы сүренің ішінде. Ифтаала 8-ші бабы. Янтахи, алайда янтахидің басында ләм келсе, ләм, бұл жазым жасайды ғой. Жазым деген сөз соңы әлсіз етістіктің соңындағы әлсіз әріп түсіп қалады деген сөз. Сондықтан ләм янтахи болып қалып. Қараңыздар аятта. Ләм янтахи. Мына түрінде келді. Интахи бұйрықрайы, интиха аяқталу, мұнтахин, әл артикл келсе әл мұнтахи, мұнтахан деген сияқты исім фәл, исім мәфул негізгі ұрықсыз есімшелері бар. Келесі етістігіміз, қыздар, сәфәға деген етістік. Сәфәға деген етістігіміздің мағынасы қатты тартып сүйреді деген мағынада. Мына аяттың итақта аудармасын бергенде де, жоқ, егер ол бұдан тыйылмаса, яғни намаз оқыған кісіні намаздан тыйуын тоқтатпаса, әлбетте шекілінен тозаққа сүйрейміз деген мағынадағы аят қой. Сонда мына нәсфәған дегенде, мына жердің қазір түсіндірем, негізі етістігіміз мына, қыздар. Нәсфәға, нәсфә. Лә нәсфәғу деген етістік қой бұл. Мына соңындағы ән қайдан келгендігін түсіндірем, сол тек Құранға хас жағдай, Құранға тән жағдай солай өзгеріс дейікші. Насия, кекіл, маңдай дегенді білдіре біледі. Енді бұл аяттың өзінің талдауына келетін болсақ, басындағы, қыздар, кәлләні түсіндік, ол итақта әсте олай емес, яда біраз назарды аудару үшін келетін нәрсе да. Ләин деген кезімізде әлләм басындағы ләміз муатта лил қасам. Негізі бұның басында бір уаллахи деген қасам бар дейді. Содан кейін қасамның жауабының басына келетін мынау лә. Значит, бұл жерде бір қасам мағынасы бар, мағына күшейді. Одан кейін мына ләмізге плюс ин кеп тұр ғой. Негізі мынау еніміз мынандай ин ғой, қыздар. Мынандай ин, жаңа шартты білетін ин. Алайда қосылып жазылған кезде ол лә арада қалып қалғаннан кейін хәмза мынандай түрде жазылған. Лә ин. Нұның үстіне сукун қоймау себебі арабшада ләмға ұрып жеріп оқимыз ғой, сондықтан ләмді шәддамен жазған ғой. Лә илләм деп. Негізі лә ин ләм ғой ол. Алайда ұрып оқығандықтан бірінші ләмнің үстіне шәдда қойып жүрген аятта. Лә илләм деп. Түсіндіңіздер ме, қыздар? Басындағы ләміміз алдындағы бір ант болғандықтан анттың жауабы ретінде келетін сөйлемнің басына келеді. Ин шарт. Шарттан кейін ләм деген өзі шартта негізі жазым етеді.
Алайда бұл жерде жазым етіп тұрған мына ләм деген қосымша. Ләм янтахи. Егер де ол бұдан тыйылмайтын болса, онда не істейміз? Мына жерде тағы да бір күшейту ләмі бар, қыздар. Лә нәсфәған. Енді соларды толық қарайтын болсақ, негізі мынау нәсфәғу деген етістік қой. Плюс ын. Естеріңізде ме? Инна деген бір қосымша, күшейтпелі қосымша бар етін бізде. Сүреді келген едім. Инна деген, мысалы, ләятту бәнна деген сияқты, я да ләнарджу мәнна деп Ясин сүресінде келеді ғой, тәукидті білдіретін нунда, бірақ бұл шәддамен келетін. Осының шәддасыз келетін, сукун түрінде келетін де бар, қыздар, мынандай. И бұның алды міндетті түрде фәтха болу керек, мәбниді. Инна десеңіз де, ин десеңіз де. Сонда мына фәтха мен инді қосып жергенде, тәнуин қойып жерген ғой, негізі етістікте тәнуин болмайды ғой. Тәнуин негізінде етістікте болмайды. Сонда біз бұны нәсфә ан деп қойып жерген кезде бұл былай, қыздар. Лә плюс нәсфә у деген етістік, алайда күшейтпелі ын қосылған кезде ол у болмайды, а болады, мәбни болады, оның үстіне мәнсуб емес. И мынау күшейтпелі нун. Осы қосылып тұр ғой, сонда мынандай күйге келіп тұр. Ләм харфун нафи қалб ва жазым, көріп тұрғаныңызда, янтахи фи'л мудари мәджзум биләм, ләммен. Ва аламату жазмихи, жазым болу белгісі хазфу харфил илля. Соңындағы яй деген, соңындағы яй әрпі түсіп қалған ғой, иллет әрпінің түсіп қалуымен ол мәджзум болып тұр. Біз әдетте мәджзумун билләм демейіп, мәджзумун deyip мұнаның бәрін алып тастап, би хазфи түсірілуімен, би хазфи харфил илля, яғни әлсіз әріптің түсілуімен мәджзум болған етістік деп қарай береміз. Лә нәсфәған, басындағы ләміміз жауабыл қасам. Мына жердегіні де жауабыл қасам деген едік біз жағы. Бұл лә муаттиа лил қасам. Бұны қасамның жауабы демепті, қыздар. Муаттиа лил қасам, тікелей қасам әрпінің өзі ретінде соның орнына келіп тұр депті. Валлахи дегендегі уәнің орнына келіп тұр депті. Бұған түсініктемесіне бір қарайық, қыздар. Негізі бұл Валлахиден кейінгі сөйлем, негізінде бізде жауабыл қасам дейтінбіз. Мына жердегі ләні жауабыл қасам депті, қыздар. Мына жердегі ләні. Лә нәсфәған, ләм уақиа фи жауабыл қасам. Нәсфәған деген жағаға етістігіміз, фи'л мудари мәбни алал фәті. Фәтха üzerine мәбни, өйткені нун қосылып тұр, бірақ хафифа дегеніміз сукуны бар нун. Инна емес, сукунды нун деді. Мына нун қосылғандықтан. Кутиба бил әлиф, әлифпен жазылу себебі фил асаб ала хукмил вақфи, оның үстіне тоқтағандықтан дейді. Яғни тоқтау мақсатында лә нәсфәған деп үстіне бин насиямен біраз ұрып барып тоқтайды ғой, соған не қылу үшін, ұрып оқу үшін солай қойылған дейді. Тоқтап үстіне, тоқтау үкіміне байланысты Құранда ғана солай берілген дейді. Негізінде ол мына қосымшалардан тұрады. Лә деген жауабыл қасамның қосымшасы, күшейтпелі мағынаны білдіретін осы шақ бұйрықра етістіктерге қосылатын, алдым обязательно мәбни алал фәт, алдында үнемі фәтха болатын күшейтпелі мағынада келген етістік. Вәл фә'ил мустатир, нәсфәған дегенде ішінде нәхну бар ғой, сондықтан ішінде жасырын мустатир фә'ил бар дейді. والجملة الفعلية бұл сөйлем لا محل لها من الإعراب, ирабта орны жоқ, өйткені жауабыл қасам сөйлемдеріне де ираб бермейді. Өйткені негізгі сөйлем сияқты тұра береді ол. لأنها жауабыл қасам. وجواب الشرط, ал шарттың өзінің жауабы болатын болса, мәхзуф түсіп қалған. لدلالة جواب القسم عليه ووفائه بمعناه. Оған дейтін жауабыл қасам анттың жауабы оған дәләләт, яғни көрсеткендігі үшін оның мағынасын, және де оның мағынасын толық білдіргендіктен. Енді өзі Құран аяттарын қарап отырсаңыздар, мынау лә келді, плюс ин келді. Сонда бұл екеуіне де жауап керек та. Қайсының жауабы деп қарау үшін мына жерге қарап тұрды. Мына жерге мынау келгендіктен бұл неде келеді? Қасамда ғана келеді, ал